Ё-моё, telefon түсіп кетті ғой, айфон ғой мынау. Опа, шелек тауып алам, бүкіл озераны суына құямын. Бәне сәлем достар, бүгін біз осы видеода осы кішкентай шелекпен бүкіл озераны суын алып алуымыз керек, өйткені біздің телефонымыз түсіп кетті, соны табу мақсатында. Бұяқта біз шелегімізді улучшить етуге болады. Менің шелегім и суды алып бастайық. Телефонды табуымыз керек, өйткені істемей қалуы мүмкін. Бұяқта бізге жетондар беріледі екен, үстіп суды алу керек. И компьютерді аш дейді, компьютерді аштық. Не істейміз, ведродовичкті басамыз, закрытті басамыз. И біздің шелекке суымыз ұзағырақ толатын болады екен. Үстіп су жіберейік. Бүкіл драгоценность алды дейді. Так. Яқтан үстіп аламыз да. И шелек дегенді ашып, больше ведро дегенді улучшить етейік. Вместеміз ведро плюс 1 дейді. Так, тексереміз бұл не істейді екен. Бұл тағы да бір рет суды үстіп алуға көмектеседі екен. Бұл өте керемет. Біз мияққа қойсақ, суды жұтып алып бізге мұндай токен береді екен, ақша. Аламыз. И персонаж деген басып, 5 токенге оған бүкілін качать ету керек. Және достар, мен новый микрофон сатып алдым. Анда телефонмен түсіріп жүремін. Просто телефонның өз микрофон жоқ болған. Даусын жаман болды. Енді даусын әдемі болып тұрады. Даусын күшті естіліп тұрған деген үміттемін. Қайнақта бізге бір мост пен сандық көріп тұр. Ол не беретінін біз қазір білетін боламыз. Так, бірінші неқтарға суларды құйып алайық бүкілін. И біз сандыққа жетіп қалдық, бара-бара жетіп жатырық. Тез жетеміз деген үміттемін. 19 токен, нормально. Біз оған адамға кіріп 5 нәрсе керектің бүкілін улучшить етеміз. И үлкен қол дейтінді сатып аламыз. Тағы да 15 токен. Осын алайық. И біз сандыққа жетуге чуть-чуть қалдық, бірақ жетемадық. Мияқта поверхность деген кнопка бар екен. Осыны ашамыз да күтеміз. Так, токенлерді аламыз. Егер видеоны алып подписаться деген қызыл кнопканы басып кетіңіздер. Мен тамам кішкене ауырып жатыр сондықтан деген дауыстар көп шығаруы мүмкін. Так, ведро. Мен қазір не істеуім деп жатыр? Мен қазір мынау ведроны бүкілін толықтай качать еткім келіп жатыр. Так, неқтен токен аламыз. Ведро 30-нан качать етеміз. Не үшін өткені бізде ведро тез толмашы үшін. Және біз көп істеп көп ақша алу үшін. Және біз сандықты аша алмаймыз. Енді бұл соңғы марк болып болады. Осы жерде, бірақ мен тез оны сон бүкілін алатын деген үміттемін. Так, әлі сандықты ашамаймыз. Не деген бәле? Бұл точно соңғысы. Опа. Ал сандықтан не бар екенін әлі ашамаймыз ба не?
Так, қазір енді точно аша аламыз. Sandıkta aşamız. Sandık içinde bize token men 53 almaz verir eкен. Bu öte керемет достар. Алмазға осындай ведро сатып алуға болады. Мен бұл ведроны сатып алғанмын. Так, достар, мынаны учет етейік кішкене. Чуть-чуть. Telefonda bizga tez-tez alу керек. Енді тағы да бір сандық жатыр. Достар. Так. Аста шығатын жасы полоска не десеңіздер, бұл біздің шаршағанымызды бақылап отыратын полоска. И достар, бізге бой легкий сатып аламыз, және сильный плавец деген сатып аламыз. И мынаны сатып аламыз, және де мынаны сатып аламыз. Және де біз ол жақта сандықты ашуға кетпек. Осы сандықты аша алмаймыз, бұл 100%. Ол және осы жолы 180% біз бұл сандықты аша аламыз. Бұл жақта да бізде алмаз бен токендер берді. И бұлай бара беру ұзақтап бара жатыр бізге. Бұның проблемасын қалай шешу керек? Мен білмеймін бұның проблемасын қалай шешу керек екенін. Так. Проблемасын шешу оңай шығар деген үміттемін. Әлі су астында тым көрініп тұрған жоқ вообще. Так. Жоқ, бір нәрсе көрініп тұр достар, неқті бір флаг көрініп тұр, қап-қатыр. Қазір тесті суяға дейін жетіп не екенін біліп алу керек бізге. Может сандық шығар, может батып кеткен кеме, может құтқару керек адамдар шығар. Так. Флагтың бас жағын істейміз қазір. И достар, аяқта суды жұтып маған не драгоценный каменьдер беретін аппарат отыр, осындай аппараттар тұр. Қан секілді, және осындай флаг, және осындай балон, бірақ компьютер көрінбейді. Не екені қатты белгісіз, я. Так. Біз өзімізді качет етуді жалғастырамыз. Достар, енді түсіндім мен. Бұл не екенін, бұл біз анаяқтан осыяға келіп бермес үшін тез-тез осыяқтан сатып качеттет үшін арналған жер. Уже достар, фактың басы көрініп жатыр. Бұл өте керемет, тез-тез онаяқты ашу керек. Себебі бізге тез-тез качеттет үшін осыяқтарды ашу керек достар. И біз ашып жатырық, фактың жартысы көрінді. Текнекті біз өзіміздің шелегімізді мықты қыламыз. Осындай
жемчугтарды аламыз. Мен жемчугты берейін, үстіп маған айту оңайырақ. Достарым, біз осы жақта контрольный точка ашайық. Достар, контрольный точканы аштық. Және де бізде мына сандық берілді. Және де компьютер берілді бізде. Бұл өте керемет. Аяқта кеме көрініп бастап жатыр. Аяқта кеменің сынған жері көрініп тұр. Кемелерге не болған білмеймін, мынандай құртақандай жерде қалай кеме болуы мүмкін екенін мен білмеймін. Бірақ өздерінің секреттермен болған секілді. Яқтан біз өзіміздің шелегімізді мақталамыз. Бұл негізі өте керемет ойын. Көп адамдарға ұнауы мүмкін. Кейбіреулеріне ұнамауы да мүмкін. Мені қайыққа барғым келіп жатыр, бірақ сүңги алмаймын. Сондықтан бара алмаймын. Может быть, сандық болып қалатын шығар деген үмітпен осы сияқтарды тез суды алып жатырмын. Так. Или телефоным болатын шығар. Телефон болса күшті болатын еді. Бұл ролик 40 минутқа созылатыны көрініп тұр. Случайно шығу деген кнопканы басып жібердім. Поверхностный орнына. И келесіден шелекті автоматически сұрайды. Келесі ученияға бізге 160 токен керек екен. И бізде 186 токен бар. 16 токен қалды. Или 26 токен қалды бізде. И аяқтан шығамызды. Және де бізде достармен айтқандай сандық көре бастады. Акула, достар, акула. Басам мен алмазды қорқын көріп тұрған жоқ, сондықтан акуладан қашып жүру керек. Акуаны көрген шығарсызды. Мен де сақ болып жүремін, достар, және сандықты ашайын. И ояқта көптеген драгоценный каменьдер болыпты. Өте керемет, достар, өте керемет. Бұл видео 40 минутқа созылып кетуі мүмкін. Сондықтан лайк басып подписаться деген қызыл кнопканы басуды ұмытып кетпеңіздер. Және достар, келесі контрольный пунктті көріп тұрмын мен. Өте керемет. Так, 60 жемчужина берді бізге. И аны алайын. 200 буынға үстіп аламыз. Сатып аламыз. Келесі контрольный пунктті тез ашу керек, соқтан тез суды жинаймыз. Және достар, тағы да акула, қаяқта акула. Акуладан қашып құтылдым. Өте керемет. Ал енді тек қана үстіп кетуге тура келеді. Осындай прокачкалар істеп қойып, әдемі болып тұрсын. Және достар, біз уже контрольный пунктті аштық.
идеяға соя салуға болады еді. Так. Біз түміне жетіп қалған сияқтымыз өткені, мен су қоймасы ма, нені кішкене аз боқ қалды. Бұл өте керемет. Ең бастысы біз акулаға жем болмасақ болды. Так, достар, 15 минут видеосы созылып жатыр. Так, достар, мияқтарда не бар екен көрейін. О, жоқ. Достар, мен батып кеттім. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып қатыстырған қызыл кнопканы басып кетіңіздер. Сіздермен бірге мен болған Олжас. Сау болыңыздар.